Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осылай 20 минутта жасалатын өте керемет, дәмді, түрі де әдемі рулеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға, таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Үстіне шекер және де шым тұз қосып, 5-10 минуттай жақсылап миксерлеп шығамыз. Аппақ болып көпіргенше. Дәл осылай көпіргеннен кейін үстіне разрыхлитель және де ұн саламыз. Ұнды қыздар сразу барлығын салмаймыз, електен өткізе отырып, 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып салатын боламыз. Тек лопатамен араластырамыз, ешқандай миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай бізде қамыр дайындап аламыз. Қамырымыз дайын қамырды мен видеода көрсеттім қандай екен. Және де қамырға қанша грамм ұн, қанша жұмыртқа кететін барлығын описанияға қалдыратын боламын қыздар. Менің YouTube арнамда бұдан да керемет рецепттер шығады міндетті түрде, сондықтан жазылып колокольчик басып қойыңыздар қыздар. Міне дайын болған қамырымызды пергамент қағаз төселген табаға құйып, біркелкетіп жайып аламыз да, қызып тұрған 200 градуста қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің печкасы әртүрлі, сондықтан қарап тұрыңыздар қыздар. Міне бізде дайын болған тестамыз. Осыны сразу ыстық күйінде аударамыз да, начинкасын жағып, тез-тез ораймыз қыздар. Ең бастысы начинка ыстық кезінде орау керек, себебі сол кезде сынбайды. Если суыған кезде орасаңыздар, сынады әр шеттері. Мен начинка ретінде вареный сгущенка қолданып, сіздер әртүрлі варенье немесе джем қолдансаңыздар болады. Осылай тез-тез орасаңыздар, менікі сияқты сынбай әдем болып шығады. Жасап көріңіздер, өте керемет. Мен бетін шоколадпен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Қыздар, видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Және де менің арнама жазылып алыңыздар.